Давай. Ары қарай билейік тұрып құрсын, шабытымды қазақтар біліп тұрсын. 2030 келіп қазақ елі әлемге жылы қарап күліп тұрсын. Қытайдан да көп болып қазақ саны, келіндер 10-15-тен туып тұрсын. Автокөлік шығарып не бір түрлі жапондар мен немістер мініп тұрсын. Орыс, өзбек арбасын атқа шегіп, біздің ғана мәшинені үміт қылсын. Италия, Испания мен Бразилияны Қазақстанның футболы қызықтырсын. Ағылшындар демалып көл-сай жақта, шведтер симай қалып тұрып тұрсын. Ал қазақтар тек қана шекарадан Меккеге бару үшін шығып тұрсын. Оған дейін қазаққа қастық қылған дұшпандар тұқымымен құрып тұрсын. Осы сөзді естіген таза қазақтар мына мен үшін шапалағын ұрып тұрсын. Қазағым, қал жағдайың қалай қазір? Көз жүгіртіп қарайын маңайға бір. Аллаға шүкіршілік айтпақ түгіл, тәубасына келе алмай талайлар жүр. Өзбектер өз жерінде нәсіп таппай, Астана Алматыңды маңайлап жүр. Қырғыздар, украиндар қырық пышақ, қазақ қамын бір ғана хан ойлап жүр. Қытайдың ұйғырлары отаным деп айтатын бір жапырақ жер таба алмай жүр. Ал біздің Атыраудан шыққан көлік Жетісуға 7 күнсіз бара алмай жүр. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз. Ауғанда автоматпен бала ойнап жүр. Африканың жұрты аш жатқанда диетамен денсаулыққа біз қазақ қарайлап жүр. Кейбіреу итке шегіп шанайдап жүр. Қазақтар жипке мініп малайдап жүр. Құдайым көп көрмей осы күнді, күн сайын қазағымды арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет күнге дейін солай қалдыр. Ендеше азаматтар елбасының ерен еңбегін бағалап, Алатаудай тілегін алақандай жүрегіне сыйғызып алып кеп, қазақи сөздің қаймағын, ақиқат сөздің айғағын, жауға атылған жебедей, мұзы жарған кемедей бүкіл қазақты басқарып жатқан елбасымыз аман болсын.